Pepsi компаниясын бәріңіз білетін шығарсыздар. Дәл осы компания бір жылы Филиппинда ұтыс ойынын жариялап, соңында 5 адам қайтыс болған болатын. Бұл оқиға Мэрилидан басталады. Оның жасы 23-те және ол күйеуімен және 4 баласымен бірге темір жол маңындағы шағын үйде тұрады. Олардың жағдайлары былайша айтқанда төмендеу болған. Бір күні 1992 жылы Pepsi компаниясы Филиппинда ұтыс ойынын жариялайды. Ұтқан адам 1 миллион песо ақша алады. Бұл ақша олардың өмірін түбегейлі өзгертеді. Ойынның шарты бойынша қақпақтың астынан керек санды тапқан адам жеңімпаз атанады. Компания жарнаманы қаптатады және бұл әрекеттері елді Pepsi алуға итермелеп, соңында сату көлемі 40%-ға дейін өседі. Әрине бұл оларға қыруар ақша алып келеді. Ал Мэрилидің жағдайы қиындау болды. Үйде ақша жоқ, онымен қоса жұмыссыздық та бар. Және оның жолдасы миллион ұтамыз деген үмітпен соңғы ақшаларына барып Pepsi алып тастайды. Сөйтіп ұтыс иегерін жариялайтын күн келеді. Елдің 70% халқы теледидар алдында. Жүргізуші сандарды айтады. 3-4-9. Мэрилидің жолдасы қақпақтарды тексере бастайды. Және бум, олар жеңімпаз атанады. Бәрі қуанып, секіріп, біз баймыз деп мәз болады. Бірақ Pepsi сәл қателесіп кеткен болып шығады. Мұндай нөмірмен олар мыңдаған қақпақ шығарып тастаған. Сөйтіп Филиппинда 400 мыңға жуық адам бірден жеңімпаз атанады. Барлық жеңімпазға миллионнан төлейтін оларда әрине ондай ақша болған жоқ. Бірақ ол туралы халық білмейді және бәрі мен жеңдім деген ойда болады. Ал Pepsi'дің заводының маңында тұратындар ақшаны тура қазір аламын деп ғимаратты қоршап алады. Сөйтіп компания басшылары жиналыс жасап мәселені шешуге тырысады. Араларында біреу отырып жай нөмірді өзгерте салайық деген ұсыныс тастайды. Сөйтіп олар газетке жаңа жеңімпаздың нөмірін айтады. Ол 1-3-4. Бірақ ең қызығы ондай нөмірі барлардың саны да жетерлік болған. Бұл жағдайды одан әрі қиындатып жібереді. Енді алдыңғы жеңімпаздар мен жаңа нөмірі барлар бірге жиналып көтеріліс бастайды. Заводтың маңына әскерилер мен полиция тартылады. Компания олардың ашуын басу үшін бізден қателік кетті, бірақ әрқайсыңа 500 песодан ақша береміз дейді. Олар тұрып жарайды, жақсы дейді. Бірақ алдыңғы 3-4-9 нөмірлеріне ақша төленбейтін болып шығады. Бұл елдің ашуын одан сайын көтереді. Сөйтіп бұл жерге тағы бір компания араласады. Ол Coca-Cola. Ол көтерілісшілердің біреуіне 10 000 песо ақша береді. Олар үшін конкурентті құрту маңыздырақ болды. Сонымен көтеріліске Молотов коктейльдері қосылады. Компанияның жүк машиналары жанады. Олардың арасында біреуі терезеге граната да лақтырған. Бұдан кейін 22 мыңға жуық адам компанияны сотқа береді. Олардың ішінде Мэрили мен күйеуі де бар. Бұл оқиғаның барлығы шамамен 2 жылдай жалғасады. Елдің ашуы уақыт өте келе басылады. Ал Pepsi өз міндетін ақыры орындамайды. Сөйтіп біраз жылдан кейін Мэрилидің жолдасы көз жұмады. Ал ол компаниядан 1 песо да ақша ала алмайды. 2006 жылы жоғарғы сот барлық халықтың мыңдаған талабын заңсыз деп шешеді. Ал менің бүгінге айтарым осы. Канал қызықты болса лайк басып пікір қалдыруға ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Келесі кездескенше.